Анелек, келе ғой, тұра ғой. Жүр, жылама, Анелек, қазір. Аха. Мама екеуі садикке барады қазір. Менің күнделікті жұмыс уақытым осылай басталады. Таңертең Анельді оятып, екеуміз бірге балабақшаға барамыз. Отбасылық жағдайыма келетін болсақ, жолдасым бар, қызым бар. Қызымыз 1 жас 6 айда қазіргі таңда балабақшаға барады. Ары қарай мен күнделікті балабақшаға апарып, ары қарай жұмысқа кетеміз. Газ. Папаля қойып береміз. Газ. Балабақшаға да жеттік. Тұра ғой. Порядок списков дұрыс болсын дейді. Осындай. Мына жақтан былай бастасаң, сосын мына жерден аяқтаймыз. Нұр-Сұлтан қаласы ювеналдық полиция бөлімшесінің әрбір инспекторіне өздеріне белгіленген аймақта орналасқан мектептер беріледі. Менің аймағымда орта оқу орындары белгіленген, яғни соның ішінде жаңағы өздеріңіз болғандай кәсіптік техникалық колледж. Қазіргі таңда ол карантинге жабылғандықтан білімгерлер жатақханада орналасқан, жатақханада сол жаңағы күнделікті балдармен жұмыс жасаймыз. Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргіземіз. Ал енді сотқа жөнелтетін баптар болады, яғни оны сот шешімін қабылдайтын. Жанады, олар жүреді. Қызыл жанғанда олар күтіп тұрайды. Аялдамаға келіп, тоқтайды. Адамдар келіп... Өтерде жүгіріп өтеміз бе біз жолда? Жоқ, жолдан жүгіріп өтпейміз, себебі машина тез өтіп кетуі керек. Балалар қазір қыс мезгілінде көбінесе пиротехникалық, оның ішінде салюттар атуға болмайды. Оның мысалы жаңа жылда қыс бойы жаңағы взрывчатка дейсіңдер, сондай сияқты ұстауға болмайды. Алып жаңағында бейтіп қарауға, салюттың ішінде не бар екен деген сияқты алып қарауға болмайды. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жолда жүру ережесі, яғни бағдаршам. Бүгінгі дәрістің тақырыбы бағдаршам. Қанша түсі болады? Ал егер біз бағдаршамның қызыл түсінде не істейміз? Не хватило. Свет не имел такой вот нет яркий. Ничего страшного. Дети в школу ходят? Онлайн. Да, они же онлайн. Домашнее задание выполняют? Да, и все в Сочи. Отправляете, да? Да. Почему-то самое главное — это тренировки не пропускать, поэтому у нас немножко с ним проблемки. А с Мишей нет, Миша. А тренировки платные или бесплатные? Нет, бесплатно. Муж работает? Ну, он сейчас пока нет, сейчас пока не работает, у них сезон окончился, сейчас должны на снег выйти на работу с Нового года. Спиртные напитки употребляют? Да, нет, спиртные. Дети сейчас в данный момент где находятся? Саша на тренировках,
А Миша спит, у него животик вчера болел, он сладкого переел. Это со школы, да, дали компьютер? Ага. А книги здесь, да? Нет, книги на другом помещении. Ага. В школе их очень много. Скоро уже поднимать, учиться. Только после Нового года будет. После Нового года будет. Татьяна Викторовна, до свидания. На следующем месяце встретимся. Всего доброго. Өздеріңіз қазір көргендей, Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданы ювеналдық полиция бөлімшесінде 144 категориямен бізде азаматша есепте тұрады. Сол бойынша біз ай сайын осылай тексеріс жүргізіп тұрамыз. Жататын жерлерін, сабақ оқығанға қолайлы орындарын қарастырып, оқу құралдарын жаңағы балдардың көреміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нашақорлықсыз жастар. Қазір тақырыбымызға сай видеоролик көреміз. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, ары қарай сұрақтарыңызды қоя беретін боласыздар. Көбінесе кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер ойын сауық орталығы, яғни ол компьютерный клубтарда жүреді, заңды өкілсіз түнгі сағат 10-нан кейін. 423 студент, 429, 63 студент, 34 оның ұл. 212 чеконда. Сәлеметсіз ба? Онлайн сабақ өтіп жатсың ба? Кәмелет жасқа толмаған студент. Қай комната бұл несі? 212. 212. Арыз шағымың ондай жоқ ба? Сұрақтарыңыз болса, анонимно болмаса жаңағы WhatsApp телефонына жазуларыңызға болады. Кабинетінде білесіздер, келулеріңізге болады. Кәсіптік техникалық колледждің жатақханасына келіп, осында білім алып жатқан жастармен бірге құқық бұзушылықтың алдын алу шарасында іс-шаралар өткізу, профилактикалық әңгіме жүргізу және білімгерлердің сабаққа қатысуын қадағалау. Спорт денсаулық кепілі демекші, мен қызметтен тыс осылай спорт залға келіп жаттығулар жасап тұрам. Себебі бала кезімнен бастап спортпен айналсам, спортты өзім жақсы көрем. Қолым бос уақыттарында спорт залға барғанды ұнатамын. Өзім полиция қызметкері болғандықтан дене пішімінде сақтағанды жөн көрем.